Қайырлы күн оқушылар, бүгін 6 сынып математика тәжірибе 2-ші тоқсан 2-ші нұсқасын талдайтын боламыз. Бізде бірінші тапсырмада берілген бөліктердің қайсысын шектеулі ондық бөлшек түрінде жазуға болады дейді. Енді шектеулі түрде бізде бөлімдерінде 1, 2 немесе 5 деген сандар болуы керек. Енді бұл жерде бөлімінде 2 деген сан қай жерде бар болып тұр? Д деген жауапта бар болып тұр. Ендеше Д деген жауап бізде дұрыс болады деген сөз. Бұл бет екінші тапсырма өрнек берілген екен, Б айнымалысын А айнымалысы арқылы өрнекте дейді. Яғни бұны біз сол жақта қалдырып, қалған мүшелердің барлығын теңдікті оң жағына қарай шығару керек екенбіз. Ол үшін ең бірінші бөлшектің бөлімдегі 3-ті шығарып алайық. Яғни 7А қосылған Б тең болады, бөлу болып тұрса көбейту болады, екі жердегі үшін 6. Енді бізде Б-ны қалдыру керек. Б тең болады, алтының өзін жазып қоямын, 7А бізде не болады? Минус 7А болып барады екен. Осымен екінші тапсырмамыз аяқталды. Келесі бізде үшінші тапсырма жақшаларды ашып, ұқсас қосылғыштарды біріктіріңдер. Жақшаларды ашу керекпіз, яғни таңбалар бізде жақшаның ішіндегі таңбаларды керісінше таңбаға ауыстырады деген сөз. Яғни мына жерде плюс болып тұрмай, ендеше минус болады, минус 3х, мына жер плюс болса минусқа ауысады, минус 2y, мына жеріміз минус 5y, мына жер минус болып тұрса онда плюс 9х, енді алдына тағы да минус болып тұр, ендеше керісінше жазамыз, минус 2х плюс 4y. Тең болады. X-тің астын сызылайын. Міне x, міне x, міне x. Есептемін. Минус 3 қосылған 9, 6. 6-тан азайтамын 2-ні, 4. 4x. Y. Минус 2, минус 5, минус 7. Минус 7 қосылған 4 тең болады. Минус 3y. Неге? Осылай аяқтаймыз. Келесі номер 4-ші тапсырманың асы өрнекті ықшамдаңдар дейді. Өрнекті ықшамдау үшін біз 6-дан 1-ді жақшаның ішіне жеке-жеке көбейтіп алу керекпіз. Яғни ашып жазып алайын мына жерге. Так, 6-дан 1 көбейтілген 7х қосылған 6-дан 1 көбейтілген 12, арғай азайтылған 3-тен 1-ді 5y алып етемін, 3-тен 1 көбейтілген 5y, арғай 3-тен 1-ді 6-ға көбейтемін, минус 3-тен 1 көбейтілген 6 тең болады. Мына жерде бізде 7х алымына кетеді, 7х бөлінген 6 қосылған 12 мен 6 қысқаратында 2 қалады, мұнда 1 қалады. 1-ді 1-ге өзің 1, 1-ді 2-ге өтем 2 қалады, қосылған 2, азайтылған 5y бөлінген 3, азайтылған 6 мен 3 қысқарт жерем 2 қалады, мұнда 1 қалады, сонда мұнда тағы да 2 қалады. Енді бұл жерде плюс 2 мен минус 2 қысқарып кетеді, бізде не қалады? 7х бөлінген 6, азайтылған 5y бөлінген 3. Енді әсінде бізде x пен y-дің мәндері берілген екен, өрнектің мәнін таңдайды. x пен y-дің орнына апарып қоямыз. Яғни 7 көбейтілген x бізде неше екен? 1,7-ден 5. Бірден айландырып жіберейін. 7-ге 5 болсын, 12 бөлінген 6, азайтылған үлкен бөлшек сызығы 5, көбейтілген y бізде 3-ге тең, бөлінген 3 тең болады. Бұл жерде 7 мен 7 қысқарып кетеді. Сонда 12 бөлінген 6 азайтылған 3 мен 3 қысқарып кетеді. Мұнда 5 қалады. Тең болады. 12-ні 6-ға бөлсек 2 азайтылған 5. Тең болады. 2-ден 5 азайтсақ минус 3 шығады. Номер 5-ші тапсырма бізде 3 пункттен тұрады. 1, 2, 3 пункттен. Әрқайсысын жеке-жеке талдап шығайық. Негізгі тапсырма бойынша бізде АВС-да 4 бұрышы берілген екен. АВ қабырғасы x сантиметрге тең дейді. Енді бізде тік 4 бұрыш деп беріліп тұрған жоқ, жай ғана 4 бұрыш деп беріліп тұр. Ендеше біз қарапайым кез келген 4 бұрышты сыза салуымызға болады. Енді мен сызғыш пайдаланған жоқпын, енді айбетпен де қисық болып кетті, мына жер. А, Б, С, Д дейді. Енді бұл жердегі АВ қабырғасы x сантиметрге тең дейді. Енді ары қарай бірінші тапсырма 4 бұрыштың қалған қабырғаларды өрнектейді. Мыналарды біз табу керек екенбіз. Ол үшін АС, ВС қабырғасы АВ қабырғасынан 1 сантиметрге қысқа болса дейді. ВС қабырғасы АВ қабырғасынан 1 сантиметрге қысқа дейді. Қысқа десе азайтамыз. X азайтылған 1 деген сөз. Бірден мына жаққа жазып отырайық. А бізде ВС тең болады, x азайтылған 1-ге тең болды. Б, СД қабырғасы дейді. СД қабырғасы не дейді? АВ қабырғасынан 2 есе. Есе десе ендеше көбейтуге бөлу. Қысқа дейді. Қысқа десе ендеше бөлеміз. СД қабырғасы АВ қабырғасынан x бөлінген 2 деген сөз. X бөлінген 2-ге тең. Енді АД қабырғасы СД қабырғасынан 4 сантиметрге ұзын дейді. Жай ғана ұзын десе ендеше қосамын деген сөз. С АД қабырғасы x бөлінген 2 қосылған 4-ге тең екен. Енді екінші пунктісі АВС-да 4 бұрышының периметрі 24 сантиметрге, мынаның периметрі 24 сантиметрге тең екен. Белгілі болса, онша бірінші пункттегі мәліметтерді пайдаланып, мыналарды пайдаланып дейді, теңдеуді құрастыр дейді. Енді периметр бізде қай жаққа тең? 24-ге тең дейді. Ал бізде 4 бұрыштың периметрі барлық қабырғаларының қосындысы, иә. Яғни АВ қабырғасы x қосылған ВС қабырғасы x азайтылған 1, қосылған СД қабырғасы x бөлінген 2, қосылған
с-ны жаздық. А-ды қабырғасы x бөлінген 2 қосылған 4 тең болады қанша? 24 периметрдің мәні. Міне, теңдеуді құрастырдық. Енді үшінші пункті бойынша бізге екінші пунктте көрсетілген шыққан теңдеулерді шығар дейді. Мынаны шығару керек екенбіз бізде. Сонда АБ қабырғасының ұзындығын тап дейді. Енді біз мынаны шығарып x-ті тапсақ, x бізде мына жерде x бізде неге тең? А-ға тең. Яғни x-ті табу керек екенбіз, Так. Енді мына жерде не істейміз? X қосылған x 2x болады. Коэффициенттерді әзірге тиіспей тұра тұрайын, артына қарай қалдырайын. Мына жерде ортақ бөлімге келтірсек, қосылған 2x бөлінген 2 болады. Енді коэффициент есептеймін, -1 қосылған 4 бізде 3 плюс 3-ке тең. Тең болады 24. Ықшамдаймын. 2x қосылған қысқарып кетеді. 2 мен 2 x қалады. 3 оң жаққа қарай шығарамын, -3 болып барады. 24-тен 3-ті азайтсам 21 қалады. Мына жерде 2x қосылған 1x бізде 3x болады, тең болады 21. X тең болады 21 бөлінген 3 болады. Көбейту болып тұрса, мына жаққа барғанда бөлу болады. Сонда x тең болады қанша? 21-ді 3-ке бөлсек 3, 7, 21, 7. Сонда бізде x-іміз 7-ге тең болса, x бізде АВ қабырғасына тең, Сонда АВ тең болады қаншаға тең? АВ тең болады 7 сантиметр екен, Келесі соңғы номер 6-шы тапсырма, өрнекті мәнін тап дейді. Бөлшек берілген. Енді бірден алымына қарайық, бізде ортада көбейту, мұнда көбейту, ортада азайту, Так, екеуіне ортақ 3,5 бар, ендеше 3,5-ті жақшаның сыртына шығарамын. Сонда жақшаның ішінде -5,7 азайтылған 0,3 қалады екен. Бөлімде 0,7, 0,2 өзі 3,5 шығады, көбейтілген -2. Енді тең болады 3,5 қысқар кетеді. Мына жерде -5,7-ге -0,3-ті қосқан кезде бізде -6 шығады. Мына жерде -2, 2 минус плюс болып кетеді, тең болады 6-ны 2-ге бөлсек, бізде неше шығады? 3 шығады. Сонда жауабы 3 деген сөз екен. Балалар, осымен екінші нұсқасын да талдап болдық. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңдар. Бірінші нұсқасы каналымда бар. Рахмет, назарларыңа сау болыңдар.